Қайырлы күн, құрметті көрермен. Отбасы қоғамның іргетасы, ұлт болашағының кепілі. Кезекті арнайы шығарылым 15 мамыр халықаралық отбасы күніне арналады және тізгіндемен Ботагөз Мұратқызы. Бүгінгі студиямыздың қонағымен таныстыра кетейін. Өңірлік психологиялық қолдау орталығының әдістемелік жұмыс бөлімінің басшысы, психолог маман Дұрсықбаева Гүлназ Жұмановна. Гүлназ ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Гүлназ ханым, енді осы подкаст басында орталық туралы таныстырып берсеңіз. Жақсы. Жалпы өңірлік психологиялық қолдау орталығы әдістемелік орталық Абай облысы білім басқармасының қаулысы негізінде 2024 жылы 4 мамырда құрылған болатын. Жалпы бұл бастаманы негізі Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен жүзеге асып жатыр. Бұл жалғыз біздің облыста емес, бүкіл Қазақстанның барлық облыстарында осындай психологиялық қолдау орталықтары ашылды. Енді подкаст бізде жас отбасыларға арналса, жас отбасылармен жұмыс істеген кезде психолог ретінде көбінесе қандай проблемалар, мәселелер кездеседі? Енді бұл жерде жалпы өңірлік психологиялық қолдау әдістемелік орталығы болғаннан кейін бізде бұл жерде жалғыз жас отбасылар емес, бұл жерде бізде балалармен де, педагогтермен де, ата-аналармен де жұмыс жасаймыз. Себебі оларға арналған тренингтер, диагностикалар, зерттеулер, кеңес беру жұмыстары өтеді бізде. Сонымен қоса кеңес берудің өзі онлайн түрінде өтеді және офлайн түрінде өтеді. Енді жас отбасылар туралы айтатын болсам, жалпы өмірге қадам басқан жас отбасыларына мен ойлаймын, үлкен психологиялық қолдау, көмек қажет. Себебі ол ата-ананың тарапынан болсын, жас отбасыға, мемлекеттің тарапынан болса да, қай жағынан болса да, екі отбасыға ол ары қарай дамып, үлкен кішкентай отбасынан үлкен шағын отбасынан үлкен мемлекеттік отбасы болу үшін ол үлкен қолдау қажет. Енді жас жұбайлардың арасындағы түсініспеушіліктерді дұрыс шешу үшін қандай әдістер ұсына аласыз? Жалпы енді жас жұбайлардың деп айтатын болсақ, алғашқы өзі психология ғылымында дәлелденген екен. Алғашқы 5 жылда қосылғанда ерлі-зайыптылар қалыптасу кезеңі болады екен. Сол 5 жылдың ішінде екеуі бірін-бірі жақсы тауып, бірін-бірі жақсы түсініп, ішкі жан дүниелерін, екеуі бір-біріне бірге қызмет істеп, бір кішкентай нәрседен үлкен бір шаңырақ көтеретін болса, ол 5 жылда қалыптасса, ары қарай отбасы орнығып қалады екен. Өкінішке орай бізде кейде жастар арасында бар, үйленеді, үлкен ата-анасы той жасайды, одан кейін 1-2 жылдан кейін сәтсіздік болып жатады. Яғни бұл жерде мен ойлаймын, екі жастың да өзара тіл табыса алмаушылығынан, өмірге бейжай қарайтындығынан болады. Себебі өмірге қадам басып, өмірге қадам басқаннан кейін жалпы екі адам да, ерлі-зайыптылар, бір-біріне деген сүйіспеншілік, махаббат, сезім деген нәрсені биік ұстау керек. Сонда ғана екеуінің ортасында бір мықты мемлекеттің бір мықты тірегі отбасы қалыптасады. Жас ерлі-зайыптыларға эмоциялық тепе-теңдікті берік сақтау үшін қандай кеңес берер едіңіз? Жақсы. Жас отбасыларға, енді отбасын құрған отбасыларға жалпы эмоционалдық көңіл-күй, өзін-өзі ұстау, реттеу деген бірінші орында тұрады. Себебі көп жағдайда ерлі-зайыптар шаңырақ құрғаннан кейін жаңағы ажырасулар кезінде, сәтсіздік кездерінде түсініспеушіліктен туындайды. Ол дегеніміз әрқайсының өзінің мені жоғары болып тұрады. Яғни түсініспеушілік, менікі дұрыс, сенікі қате. Міне осы кезде ерлі-зайыпты екеуі де өзіне мән беру керек. Яғни сіз жаныңыздағы жарыңызға қалай сөйлеп тұрсыз? Ол кісінің айтқаны дұрыс па? Яғни сіз бетпе-бет мойындағыңыз келмесе де, сіз ішкі жан дүниеңізбен мойындап тіл табысу керек. Бұл жерде ең бірінші шыдамдылық керек. Содан кейін жауапкершілік керек. Себебі семья құрғаннан кейін жауапкершілік деген басты орында. Өмірге болашақта сәби келеді деген сияқты. Сондықтан осы нәрсені басты орынға қою керек. Шыдамдылық, мейірімділік, содан кейін сенімділік болу керек. Көбінесе бізде жас отбасылардың ортасында бір-біріне деген сенімділік қазіргі уақытта енді бәріне деп айтуға болмайды. Сенімділік болмай жатқан кезде, содан кейін бір-бірінің жеке өзіндік мысалы шекарасына қол сұғу. Міне бұл да мәдениеттің бір түрі отбасындағы. Осының барлығына мән беріп түсіністік болған кезде жат отбасыларда қалыптасу кезеңі өтеді.
Енді бұл жерде эмоцияға емес, көбінесе ақылға салған жөн дейсіз ғой. Эмоцияға салған кезде эмоциямыздың өзі ашу ғой. Иә. Кейде болады бірден ашуға ерік беру. Бірден ашуға ерік берген кезде артынан өкінішке апарып жатуы мүмкін, иә. Сондықтан жаңағы мен айттым ғой, реттеу. Яғни адам өзінің эмоциясын реттей білу керек. Эмоциясын реттеген кезде, мысалы, ер адамы басым дауыс көтерген кезде, әйел адам кішкене түсіністікпен қарап, ашуы басылғаннан кейін барып, осылай болу керек еді деген сияқты бір ұсыныс айту керек па. Сондай жағдайлар болатын болса, ол тәту татты шешілмейтін нәрсе болмайды ғой. Әр нәрсенің өзінің шешімі болады. Жалпы жас отбасыларда жаңа айтып кеттім ғой, қалыптасу кезеңі ол 5 жылға дейін созылады. Ашу дұшпан ақыл қос. Ақылыңа ақыл қос деген осыдан шыққан шығар. Отбасылық жауапкершілікті теңдей бөлу психологиялық тұрақтылыққа қалай әсер етеді? Жалпы отбасылық теңдей бөлу дегенде мен қазіргі уақытта, біздің қазіргі заманымызға қарай, мынау әйел адамдікі, мынау ер адамдікі деген дұрыс емес па деп ойлаймын мен өз басым. Себебі қазіргі уақытта білесіздер ме, әйел адамдарда ел басқарады. Иә, қоғамда ер адамдарда ел басқарады. Әйел адамда бірге ер адаммен бірге қызмет етіп, сол шаңырақтың материалдық жағын көтеруге, бала тәрбиесіне көңіл бөліп жатады. Сондықтан бұл жерде мынау сенікі, бұл әйел адамның жұмысы, бұл ер адамның жұмысы деп бөлуге келмейді. Егер де отбасының мықты діңгегін құратын адам, бөлісу болмайды. Себебі сен өмірге келген кезде, жаңағы отбасын құруға келген кезде, сіз келісіммен келесіз ғой. Мен өмірдің ыстық суығына шыдаймын. Мен сенімен бірге өмір сүремін. Қиындықтарда бірге жүреміз. Сол қиындықтарды жеңгеннен кейін барып, мықты отбасының діңгегі құралады ғой. Және де ұрыстың көбі, мынау менікі, мынау сенікі деген мен-мендіктен таластан пайда болады. Негізі сол жерде, жаңа айттым ғой, екеуі де екі жақты адам ғой енді. Екеуінің мінез құлқы да ерекше, екі тәрбиеден қосылып тұрған адамдар. Міне осы жерде екеуінің мен-мендіктері, яғни бір-біріне деген басылмау. Бір-бірінің сөзін тыңдағысы келмейді. Мен қайтсем де айтқанымды орындатам деген нәрсе тұрады. Бұл негізі өте қате пікір. Ол айтқанын орындату емес, бұл жерде ең бірінші түсіністік керек. Түсіністік міндетті түрде. Түсіністік болған кезде ол алмайтын асу болмайды. Әрине жас отбасы кезінде алғашқы кезеңдерде кішкене қиындықтар болуы мүмкін, түсініспеушіліктер болуы мүмкін, екі адамның арасында. Осыны жеңу кезінде міндетті түрде екеуі ашық сөйлесу, бір-бірінен ештеңе жасырмау, шынайылыққа жол беру керек қой. Сонда ғана отбасы қалыптасады. Бүгінгі жас отбасыларда гендерлік рөлдерге деген көзқарас қалай өзгеріп жатыр? Жалпы гендерлік көзқарас деген жаңа мен айтып кеттім ғой, бұл жерде қарап тұрсаңыз, жалпы Қазақстанда, қоғамымызда бұрынғы кездердегі емес, қазіргі уақытта әйел адамдар кез келген жерде қызмет етіп, ер адаммен бірдей тепе-тең қызмет етеді деп айтуға болады. Енді бұл жерде жалпы қоғамның әйел адам әлемді тербеткен дейді ғой. Бір қолмен бесікті тербетсе, бір әлемді тербеткен дейді. Әйел адам өмірге ұрпақ әкеледі. Әйел адам ол баланы тәрбиеледі. Және сонымен қоса қызметті алып жүретін адамдар бар. Міне осы жерде ешқандай бөлісу немесе бір ерекшелік бар деп ойламаймын. Себебі әйел адамға қолдау көрсеткен ер азамат ол әрқашан бірдей тең қалыпта ұстайды отбасын. Яғни сол отбасына қарап өзінің болашақ ұрпақтары тәрбиеленеді. Айтады ғой, ұяда не көрсең, ұшқанда соны дерсің деп. Міне сол отбасынан тәрбиеленген бала болашақта соны іліп әкетеді. Негізі тәрбиенің бәрі отбасынан басталады ғой. Негізгі тәрбие отбасынан. Яғни отбасы қалай қалыптасады басында, сол қалыппен өмір бақи екі адам бірге жүреді басында. Ал егерде сол қалыптасқаннан кейін ары қарай дүниеге келген сәбиді бірге тәрбиелейтін болса, екі жақты емес, бірге. Бала да соған ары қарай тәрбиеленіп кетеді. Енді қазір қоғамда мына мәселе, жас отбасыларға басқа туыстардың қоғам тарапынан бір қысым психологиялық күйге әкеліп жатады. Бір мысалға ата-ененің пікірі екі жас отбасыны екіге айырып жатады. Осы бойынша не айта аласыз? Жалпы енді өзімізде жас отбасы болдық қой.
Жалпы жас отбасыларға бұл жерде жаңа отбасын құрған адамдарға үлкен психологиялық қолдау қажет. Бұл ата ене тарапынан болса да, себебі жаңа отбасына кірген келін ол отбасына бейімделу кезеңде болады. Яғни осы кезде ененің рөлі ерекше. Жалпы ол кісінің емес, енді енесінің, жалпы сол отбасындағы мүшелерінің барлығының рөлі ерекше деп айтуға болады. Бұл жерде кейде айтып жатсыз ғой, туысқандар арасында деп. Туысқандар арасында кейде қысым болып жатуы мүмкін, бірақ та мен өзім былай кеңес берер едім. Жалпы біреудің отбасына, біреудің жеке өміріне басқа сырттағы адамдар қол соғуға болмайды. Себебі ол отбасындағы, сол отбасындағы мүшелер өздері шешу керек. Өйткені сырттағы адам, туысқан адамдары, олардың өмірі емес қой. Бір шаңырақтың астында не болып жатқанын сол шаңырақтың мүшелері ғана біледі. Сондықтан басқа адамдардың, ерлі зайыптылардың ортасына кіруге мен өзім қарсымын. Себебі шешілмейтін нәрсе жоқ. Екі сүйіп қосылды ма, сүйіспеншілікпен екеуі шешеді. Солай ғой. Сондықтан тек қана қолдау көрсету арқылы жас отбасын бақылау ұстап, материалдық жағынан көмектесу керек. Енді мына мәселе. Бізде қазір әлеуметтік желілер бар, TikTok, Instagram өте қарқынды түрде дамып жатыр, және де басқа, мысалға күйеуі әйелін бізде айтамыз ғой, баловать етіп, әртүрлі гүл шоқтарын, қымбат-қымбат 100 мың, 200 мыңның гүл шоқтарын немесе қомақты түрдегі бір сыйлықтарын беріп жатады. Бұл енді басқалармен салыстыру проблемасы жас отбасылардың ішкі қақтығысына себеп бола алады ма? Бұл негізі жас отбасылардың қаншалықты дұрыс біреумен біреуді салыстыру деген? Негізі жалпы салыстыру туралы педагогикада жақсы айтылған. Сухомлинскийдің еңбегінде жалпы баланы салыстыру деген бар. Біреудің баласы мен баланы салыстыру, ол бізде өте қате екен. Сол сияқты салыстырмалы тәрбиелі дегеніміз ол өмірдегі адамның өміріне әсер ететін тәрбие. Бізде енді бұны кейбір ата-аналар болсын, жас отбасылар болсын біле бермейді. Ал мына жерде жас отбасын салыстыру дегенге мен қарсымын. Себебі әркімнің өз өмірі бар, өз шаңырағы бар, өз жолы бар, өз құндылығы бар. Осы жерде соны ескеру керек салыстырмалы дегенде. Себебі мысалы алғаш жас отбасы құрған кезде түсінем, жас отбасында ештеңке болмайды. Солай ғой? Бәрі төменнен басталады. Төменнен басталады. Төменнен басталғанда ол еңбек ету арқылы жүзеге асады. Солай ғой? Еңбек етсең, ол отбасы мықты, діңгегі құламайтын үлкен бәйтерек болып өседі. Осы кезде мен ойлаймын, жалпы мысалы кейбір адам, қазақта мынандай сөз бар ғой, 1000 күндік кедейлік жоқ деген. Ол жас отбасы басында кішкене өмірге бейімделу кезінде, қалыптасу кезінде мүмкін қаржылық жағынан, жаңағы психологиялық, материалдық жағынан, әлеуметтік жағынан қиналуы мүмкін. Бірақ соны жеңе білген адам жаңағы жетістікке жетеді. Ол үшін енді жаңағы Instagram желісінде деп айтып жатсыз ғой, мен негізі Instagram желісінде осындай сыйлықтар жасадық деген нәрселерге өзім қарсымын. Ол отбасының ішіндегі нәрсе ғой. Егер де саған сыйлық жасап жатса, ол сенің өзіңнің жарыңның саған деген құрметі, балаларыңның илтипаты, балаларының саған деген сый сияпаты деп білу керек. Сені өзіңнің туысқандарың білсе болғаны. Енді ол Инстаграмда жария ету деген кейбіреуге бір мақтаныш болуы мүмкін. Кейбіреу сол арқылы өзі мақтанып көрсеткісі келеді өзін. Енді менің пікірім, сыйлық жасасаң да, қандай бір қомақты қаржы беріп жатсаң да, ол сенің өзіңнің туысқаның, немесе отбасың, немесе өзіңнің жарың үшін берілетін нәрсе. Ол деген ерлі зайыптылардың арасында бір-біріне деген құрмет. Мен солай ойлаймын. Және де әлеуметтік желідегі өмір шынайы өмірмен сәйкес келмеуі де мүмкін. Ол шынайы өмірмен сәйкес келмейді. Оған мен келісемін, себебі Инстаграмда сол әлеуметтік желідегі нәрселерді қарап отырсақ, ол адамдарға да ешқандай бір проблема жоқ, бір керемет сияқты көрінеді. Айналып келгенде нағыз проблеманың бәрі сол адамдарда. Просто сырт келді бетіне ішкі жан дүниесінде көптеген проблемалар шығып жатады. Сондықтан ол өмірмен мен жас отбасыларға айтар едім, жалпы Инстаграмдағы әлеуметтік желілердегі өмірмен шынайы өмірді байланыстыруға, салыстыруға болмайды. Әр отбасының керемет діңгегі, махаббаты, сүйіспеншілігі, жаңағы шынайылығы болу керек. Міне осы кезде біз нәтижеге жетеміз. Психологиялық қолдауға жүгінетін жастар
немесе сол психологиялық көмекке жүгінуден жастар неге қорқады? Бізде енді менталитетте, мүмкін менталитетімізде солайынан сақталған шығар. Біз психолог маман десе бүйтіп аттанымыз ала қашамыз ғой. Дұрыс айтасыз. Жалпы қазіргі уақыт енді 21 ғасыр психология ғасыры деп айтып жатамыз ғой. Жалпы бізде адамдар психологқа жүгінуден кішкене өздерінде бір сенімсіздік болады. Себебі психологқа барсақ бізді көріп қоя ма, басқа біреу естіп қоя ма деп. Жоқ, бұл жерде психологтың өзінің психологиялық құпиялылығы деген болады. Яғни келген клиентті ішкі жан дүниесіндегі проблеманы сақтау. Ал қазіргі уақытта негізі біздің өңірлік психологиялық қолдау әдістемелік орталығына бізге келушілер көбінесе бар деп айтуға болады. Себебі ол әр жас кезеңдеріне байланысты келеді. Бізде жасөспірімдер де келеді, ата-аналар да келеді. Себебі қазіргі уақытта білесіз, мына интернетке тәуелділік, ұялы телефонға тәуелділік, осыған байланысты бізде ата-аналар кәдімгідей біздің орталыққа телефон шалу арқылы ұсыныс жасап, қазіргі уақытта келу көп деп айтуға болады. Кеңес беруге де онлайн кеңес береміз біз, офлайн кеңес береміз. Осы кезде ата-ана да көбінесе бізде қазіргі уақытта мысалы жастар арасында, жасөспірімдер арасында проблемалар туындайды ғой. Міне осы кезде біздің орталығымыздың әдіскерлері, психологтар көмек беруге әрқашан дайын. Бұрынғыға қарағанда қазіргі уақытта жалпы кейінгі жылдары психологқа деген көзқарас өзгерді деп айтуға болады. Алғашқы кезде шынында да мектепте психологтар шығып жатқан кезде білесіз ғой. Сонда бізде оқушылар психолог десе деп айтатын, ол психолог мектепте не істейді деп. А қазір мектептегі психологтың қызметін ата-ана да жақсы біледі. Және мына орталық ашылған деген ол үлкен ата-ана үшін жақсы болды. Себебі мектептегі психологиялық қызметтен кейін бізге сұраныс түсіріп, кәдімгідей ата-аналар өздері балаларын алып келіп жатады. Соның ішінде жаңағы отбасылық өмірде кішкене қажып, отбасы жағдайында жаңа түсініспеушілік, ерлі-зайыптылардың арасында осындай проблемаларды шешу кезінде бізде ондай сұрақтар туындап, кәдімгідей келу көп деп айтуға болады. Бұл енді психологиялық қолдау орталығы жалпы бүкіл халық үшін де жас кезеңіне қарамай өте қажет деп ойлаймыз қазіргі 21 ғасырда. Себебі көп жағдайда адамдар проблемасын өзін шешем деп ойлайды. Бірақ ол кей кезде өзі шешілмейді. Ушығып кетеді. Мысалы, жаңағы жас отбасының ішіндегі ұрыс керістің өзі біраз уақытқа дейін сол жас отбасының шаңырағының ішінде жүреді. Шегіне жеткен кезде немен тынады олар? Ажырасумен тынады. Себебі олар проблеманың шешуіне жүгінген жоқ, үлкен адамдарға ешкімге айтпайды. Міне осы кезде бұндай қолдау орталықтары өте қажет. Ұялмай барып проблеманы айту деген ол қажетті нәрсе. Себебі қазір уақытта өзі мысалы айырылысу, ажырасу деген бір қарағанда екі ерлі-зайыптыларға да түкте емес. А ортасында кім қалады? Бала қалады. Ортасында бала. Яғни бала не әкенің тәрбиесін көрмейді, не шешенің тәрбиесін көрмейді. Осы ортада екеуі екі жақта жүреді де, ортада баланың екі жақты тәрбие деген осыдан болады ғой. Психологиялық соққыда осының әсерінен тиеді. Психологиялық соққы ол баланың кішкентай кезінде алынған соққысы ғой. Көбінесе бізде қазір естіп жатсақ, бізде кейде бір проблемалық тақырыптармен осындай кеңестерге келген кезде ажырасу. Сол кісілермен жұмыс деген кезде қарап отырсаңыз, шешім қабылдап тастаған ажырасуға. Бірақ сұрайсың ғой, сұрай келе ортада бала тұрады, бірақ баланы ойланбайды. Қалай болады, оның өмірі қандай, әке тәрбиесі керек па, бұл жерде ананың орны қандай, отбасындағы ана бала үшін ол құнды, әке де құнды, әке тірек. Сондықтан осы жерде ажырасудың алдында негізі отбасылар сол балаға мән беру керек сияқты, өздерінің жеке өмірлеріне емес, міндетті түрде баланың өмірін ойлау керек. Мен балаға қандай жарақат тигізем, бұның өмірі қандай болады, баланың жас ерекшелігін бәрін бұл жерде ескеру керек. Енді кейбіреулер айтатын шығар, айтуға оңай әрине, бірақ та ол семьялық проблемалық нәрсе мәселе деп. Бірақ отбасылық келеңсіз жағдайлардың өзін шешудің жолдары болады. Шешілмейтін нәрсе болмайды. Себебі сіз басында сол адамды жақсы көрдіңіз, сүйіп қосылдыңыз, сүйіспеншілікпен, махаббатпен, бір арада бір қандайда бір
бір кішкентай ғана шешілмейтін нәрсе ғана болып тұр да, бір түсініспеушілік. Міне осы нәрсе шешімін таппайды да, бізде көбінесе ажырасу болып кетіп жатады жас отбасыларда. Өңірлік психологиялық қолдау орталығы жас отбасылар үшін қандай нақты қызметтер ұсынады? Жас отбасылар үшін біз кеңес беру жұмыстарын береміз. Иә. Содан кейін жалпы ата-аналарға арнайы курстар міне әзірленді, ол іске асады. Яғни жас отбасыларға қалай қалыптасу кезеңінен бастап отбасы болып қалу, түсіністік, екі адам арасындағы қарым-қатынас, айтады ғой, белсенді тыңдай білу арқылы өзіңді белсендірек өмірге қызықтыру деп. Не осының бәрі осы отбасыларға арналған. Сондай-ақ бұл жерде жаңа мен сізге айтып отырмын ғой, жас отбасылардың ішінде кеңес беру жұмыстарына келіп жатқанда, кеңес беру кезеңдеріне келіп жатқан кезде біз көбінесе ағартушылық жұмыстар, яғни ата-аналарға арналған форумдар. Мысалы кеше біз жас отбасыларға да жалпы барлық халықаралық деңгейдегі мейрам болғаннан кейін біз балалардың бақытты болудың сырлары деген тақырыпта облыстық ата-аналар форумын өткіздік. Міне ол жерде жас отбасылары да қатысты, жаңағы үлкен отбасылары да қатысты. Ол жерде баласымен бірге кеп қатысты. Сонда соңында біз кері байланыс алған кезде ата-аналардан осындай ата-аналарға арналған форумдар көбірек болса деген ұсыныстар айтып жатыр. Шынында да жаңағы жас отбасыларға арналған ақпараттар, қалыптасу кезеңі, жас отбасылардың психологиялық өзара ерекшеліктері, сол бойынша жұмыстар жүргізіліп, жаңағы ақпараттар беріліп жатыр. Көбінесе жаңа айттым ғой, бізге кеңес беруге ұсыныстар түседі. Онлайн және офлайн кеңестердің айырмашылығы неде? Онлайн кеңесте енді алдыңдағы телефон арқылы сұхбаттасасың ғой, бірақ ол адамды жүзбе-жүз көрмейсіз. Бірақ та ол адам сізге проблемасын айтады, мәселелерін. Онлайн мен офлайнның айырмашылығы, офлайнда жүзбе-жүз көресіз. Ол адамның эмоциясынан сіз оны бәрін байқап отырасыз, әрекетінен. Ал онлайн кездесуде онда дауыс ырғағы арқылы, ол адамның сөйлеу мәнері арқылы кәдімгідей проблемасына жауап бересің. Екеуінің керемет деп өзгерістері жоқ. Офлайнда жүзбе-жүз көресіз. Ал онлайнда телефон арқылы, қоңырау шалу арқылы жаңағы проблемасын айтады. Бізде екеуі де бірдей жүреді. Екеуіне де бірдей біз кәдімгідей кеңес беру жұмыстарын өткіземіз. Енді қорытынды сұрақтарға көшсек, бақытты отбасы болу үшін жас жұбайлар ең бірінші нені ұстануы керек? Бақытты отбасы болу үшін ең бірінші жалпы бақыт деген адамның өз қолында. Біреулер айтады ғой, бақытты емеспіз деп. Жоқ, бақытты болу ол сенің өз қолыңда деймін. Енді сен жас отбасын құрғаннан кейін біз бақытты боламыз, біз өмірге қадам басамыз деген кезде ең бірінші мен айтар едім сенімділік. Екі ерлі-зайыптардың арасындағы сенімділік, шыдамдылық, бір-біріне деген, сосын жауапкершілік. Осы үшеуі болатын болса, ол ары қарай қалыптасып мықты отбасы болатынына мен сенемін. Себебі кейбір жағдайда сол сенімсіздіктен туындайды ғой көп нәрсе, байқасаңыздар. Жауапкершілік, яғни ерлі-зайыптылар отбасын құрғаннан кейін ері жауапкершілікті сезіну керек, әйелі сол отбасының ұйытқысы екенін сезіну керек. Ол жай ғана үйлене салып, ары қарай отбасын құру емес. Яғни сол шаңыраққа келді ма, әйел адам сол шаңырақты ары қарай дамыту, сол шаңырақтың ұйытқысы, өмірге бала әкелу, осының барлығы екі адамның арасындағы жаңағы түсіністіктен тарайды ғой. Түсіністік, сенімділік, жауапкершілік, шыдамдық болу керек. Көрдіңіз ба? Шыдамдылық міндетті түрде. Өйткені отбасын құрғаннан кейін бәрі бірыңғай күншуақ болмайды ғой. Әртүрлі өзінің толқыныстары бар. Толқыныстары бар. Бірде күн шығып тұратын болса, бірде алакөлеңке болып кетеді, бірде күн күркіреп кетеді. Міне осы кезде содан шығудың жолдары мен түсіністікті міндетті түрде ойлау керек. Бұл жерде ер адам мен әйел адамның рөлі ерекше. Соңғы сұрақ болсын, 15 мамыр халықаралық отбасы күніне өзіңіздің ізгі тілегіңізді арнап қойсаңыз. Жақсы. Құрметті жерлестер, жалпы халықаралық 15 мамыр отбасы күнімен барлықтарыңызды құттықтаймын. Әр отбасына бақыт, шаттық, сыйластық, мейірімділік тілеймін. Тек отбасыларыңызда қуаныш болсын,
осындай біздің мерекелеріміз көп болсын, ұрпақтарыңызбен мақтануға нәсіп етсін. Құрметті көрермен, 15 мамыр халықаралық отбасы күніне арналған кезекті шығарылым өз мәресіне жетті. Сіздермен болған мен Ботагөз Мұратқызы. Отан отбасынан басталады.